Құрметті отандастар, құрметті жерлестер, осы мейрамдарымыздың тәуелсіздік мен құттықтаймын. Осы мейрамдарда тілейтін осылай денсаулық, Россия қазақтарының атынан, жаңа жолдастардың атынан өтінген ауылдағы кемпір шалдарға, ата-бабаларымызға, ата-аналарымызға, жолдастарымызға, туысқандарымызға үлкен сәлем, құттықтаймын жаңа осы мейрамдармен. Тілейтім денсаулық, осындай жақсылықта кездесе берейік. Біздер Ресей қазақтары өте қуаныштымыз бүгінгі мереке болып жатқанына. Және осы мерекеде барлықтарына денсаулық тілеп, қазағымыздың саны, сапасы, санасы көтеріліп, биік болып, үлкен шыңдардан жетістіктен көруіне тілектеспін мен. Жаңағы иманды жақсылығын жатқа жетсін, ұрпағым туған тілін мақтан етсін, ұлдарым асауларға бұғалық сап, қыздарым бесі жерін жаттап өтсін. Азамат ақтар бүгін ойын қалай, ақ кемен жүзер мекен қайырламай, атамды қанатынан қайырсаң да, ботамды ана тілден айырмағай деген. Тіл кетсе, діл кетеді, халық ел кетеді. Сосатына тіліміз болып, егемедегіміз, қуанышымыз, тойымыз жалғасып, көк туымыз, көк байрағымыз желбірей беруіне жалпы қазақстандықтарға мен соның тілегім келеді.